үшін арналған бағдарлама? Например, кесте әлде бірдеңе бағдарлама үстінде жасағыңыз келсе, мысалы кестені мектептің кестесінің уақытысын және де ол неге арналған жазу және де сан Және перспективада болады бізге график программасы. What does the program window consist of? Жаңағы бағдарламаның терезесі неден тұрады? Ящиктардан және ящиктар неден құралады? Ящиктің адресі құралады. Әріптер және сандар ағылшынша қалай болады? Әріптер сандар қалай аталады? Numbers and әріп қалай болады? Tell others. Others дегеніміз не? несі әріпмен және де цифрасы болады, мысалы С1, С2 Қазақша, иә? Ағылшынша? Cell. Қайталаймыз. Cell. Table. Tablizo. Color. Line. Линия. Chart. Schedule. Formula. Schedule. Chart. Ne o? Диаграмма. Өтіп қой. Иә, информатикадан. Білеміз бе диаграмма не екен? Диаграмма. Line. Линия. Басқаша айтамыз. Жол, иә? Жол. Яғни Excel баған мен жолдардан тұрады, иә? Жол деген термин бар бізде. Келесі. Color. Нет. Color. Колонна. Не болмаса? Баған. Баған. Қалай айтылады екен? Color. Table. Table. Бұл не? Таблица. Қазақша қалай? Кесте. Microsoft Excel мен кестенің қандай байланысы бар? Microsoft Excel'in көбінесе не? Excel программасының көбінесе таблицамен және мысалы даже осы гистограммаларда бәрі келеді Таблицаға тұрады, иә? Кел онда. Тақтада сәйкестендіру керек. Сәйкестендіреміз.
ашамыз, иә? Excel ең үшінші. Жаңа жұмыс бетін ашамыз. Міне, біз бағана айтып өттік, Microsoft Excel-дің терезесі мынандай кестелерден тұрады дедік, иә? Әрбір кесте ол жол мен бағандардан құралған. Әрбір жол мен баған ұяшықты құрайды. Әрбір ұяшықтың өзінің адресі болады. Мысалы, адамдардың өзінің адресі бар ғой? Сол сияқты ұяшықтың да адресі бар. Мына ұяшықтың адресі қандай? Мына ұяшықтың адресі? Түсінікті, е? Енді қараңдар. Автотолтыру ұғымын білеміз ба? Мысалы, понедельниктен Бастапқы екеуі жасайды. енді вторник, среда деп жазып жатпаймыз. Ана қарайтынызды ұстаймын да, төмен қарай. Міне, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Енді бізде өзгермейтін тағы қандай мәліметтер бар? Жоқ, мысалы, аяқтары өзгермейді ғой? Аяқтары, е? Мысалы, январь. Келесі сөз жазудың қажеті жоқ, ары қарай автотолтыру арқылы ай аттарын шығаруға болады. Міне, Excel-дің жұмыс жасауға ыңғайлылығы осыда. Бұның жанында осындай өзгермейтін мәліметтер сақталып тұрады. Және мысалы сандарды алайық, 5 дейміз, келесі сан 10 болады, ары қарай 10, 15, 20 деу керек. Енді 10, 15, 20 деп жазу үшін мына жерге жазып жатудың қажеті жоқ. Екі санды белгілейміз. Тағы да мына жазу нүктеден ұстаймыз, бұрыштағы оң жақ астыңғы бұрыштан ұстаймыз да төмен қарай тартсақ, Excel не істейді? Өзі жалғастырады. 5, 10, 15, 20, 25 жалғастырады. Так, автотолтыру түсінікті ғой? Түсінікті. Енді қараңдар. Мысалы, мына екі мәліметке диаграмма құру керек. Қараңдар. Мына жерде бізде мәлімет аз, сондықтан ең үлкенін тауып алу оңай, е? Ең кішкентайы 10. Жоқ, 5 дейміз. Ал енді мұндай мәлімет бізде 1000-дан астам, миллионнан астам болса, ең үлкен мен ең кішкентайын табу қиын ғой. Неге? Сондықтан бізге берілген мәліметті графикалық түрде бейнелеу, осындай ақпаратты іздеуге көмек көрсетеді. Яғни тез анықтауға болады. Мысалы, понедельник, вторник, воскресеньеға дейін белгіледі. Енді осыған сәйкес Ctrl клавишасын басып отырып келесі бағанды белгілейміз да. Ставка. Мына жерде диаграмманың түрлерін табамыз. Гистограмма. Қараңдар. Мен мына апта күндері бойынша мынандай гистограмма құрдым. Міне мынау понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ең үлкен воскресенье бағаны. Солай ғой? Енді осылардың сандары жанында жазылып тұру үшін мына плюске басамыз. Көріп тұрсыздар ма? Плюске басамыз. Так, плюске басамыз. Подписи данных дегенге басқан кезде бұл сандардың нақты өздері шығып тұрады. Түсінікті ме? Бұл не? Нені шығардыңыз экранға? Диаграмма. Бұл диаграмманың аты гистограмма. Енді бұның атын өзгерту керек бізге. Мысалы, не деп атасақ болады? Апта күндері деген название диаграммы деген көшіріп тастаймыз. Апта күндері. Біздің диаграммамыздың аты дайын, оны өзгертіп жазып қоямыз. Түсінікті ме? Бұл диаграмма. Диаграмма түрі гистограмма. Ал енді мен Microsoft Excel бағдарламасында екінші бетті қайтып ашам? Плюс арқылы ашам. Енді осы жерде тағы да мәліметті графикалық түрде бейнелеу үшін бізге графиктер көмектеседі. Жаңағы бізде диаграмма болды ғой.
qaydan olam? Bunaqani chertdim, ya. Mana yerga chertdim. Ne chiqdi? Yaxshisi, adres. Ko'paytib belgisini qo'yam. Kelasi tag'da menga ism tag'da bunaqani chertdim. Sonda A7 ko'paytirilgan A7 bo'ladi. Endi o'sha formulani barini qo'llanib uchun men ismim Sonda mana yerda ne bo'ldi? Ne chiqdi? 10. Mine qarang. Mana yerda жаңа formulada ne deb turdi? A7 ko'paytirilgan A7. Al mana yerda Excel ne jasadi? Formulani barini bu yoshga qo'shirdi. Tek qana nelarni o'zgartirib o'tdi. Biz to'may qaray topgan so'ng bu neni o'zgartirib o'tdi? Ma'ni o'zgartirib o'tdi. 3, 4, 5 deb orqaga ketaveradi. Qaranglar, kelasi yoshda ne deb tur? A4. Formula yo'lga qarangmi? Formula yo'lda A4 deb tur. Ya'ni biz durust jasad kelishamiz. Endi o'sha esep bo'yicha, o'sha funksiya bo'yicha grafik qurish uchun men x ma'ni belgilab olam. Ikkinchi variantni qayta belgilayman. Ikkinchi variantni belgilayman. Qayta bilib? Mаған grafik kerak, so'nduktan men mana ikkinchi turini bilamda, bunday turda qanday? Endi qaranglar, mana ne chiqdi bizga? Grafik chiqdi. Ko'rib turmasinlarga? Ne, mana bizga grafik. Жаңағы birinchimiz u ne bo'ldi? Bu Instagram. Mana grafik. Ikkiga ayirmoqchilik bormi? Diagramma neni ko'rsatadi? Diagramma o'sinishi Мысалы, Instagram ол көтерген мысалы не болса Instagram болса немен көрсетілгенін түсінгенін көрсетеді. Жаңа Instagram-ға немен көрсетеді? Ең артына басады, көбешіктерден басады, ал не Instagram басады. Не қараңдар.
Minus 5 жазып аласың бірінші. Minus 5. Enter. Келесі minus 4 дейсің. Minus 4. Енді ортасына кір. Ортасына кірді. Екеуі белгілеп ал. Енді ұста. Апай болды. Так, плюс. Название диаграммы. Енді острый. Название диаграммы дегенде ат береміз графикке. Графиктің атына жазамыз y тең x квадрат. Y is equal to x square. Y тең x квадрат. Y is equal to x square. Okay guys, let's do the following practical work. Келесі тәжірибелік жұмысымыз. Invite students in 4 subjects: mathematics, Kazakh language, Russian, English, final grades, electronica, enter in the table and read a histogram based on this information. 5 оқушының 4 пән бойынша ағылшын тілі қорытынды бағаларын электронды кестеге енгіземіз және сол енгізілген мәлімет бойынша гистограмма құрамыз. Бұл екінші тәжірибе жұмыс. Листектіні ашамыз, листектіні
Типа күнделікті кездесең бес оқушыны деп ойландым да. Бизнесмен содан қазақтай жауады. Мынадан аласыңдар ау. Endi listiyatini açamiz. Sonda üstünü çekin. Обидев акты отдельно? Sen o'ylaysan, qalay qilsam bo'ladi. Bir bag'anba atlar yozma bo'ladi bolalarga. Ikkinchi bag'anba jo'g'ashaqni matematika deysizlar, qozoq tili, o'z tili, arabcha deb deysizlar. Qo'rqsa bag'anba o'qishasizlar. O'zlarining sinfdoshlarining ati joyini tegizib bo'ladi. Sinfdoshlari open page そう。
Four subjects: mathematics, Kazakh language, Russian, English. Total grades. Электронный журнал атады. Подписи данных шығарды. Қандай формула қандай Да ты ж будь здоров. Instagram қоямыз. Instagram. Мәліметтерді белгілейміз. Мәліметтерді белгілеп, Instagram-асын қоямыз. Подписи данных, жүзге басып подписи данных, және диаграммаға ат береміз. Электронды журналды. Подписи данных, название диаграммы. Поедем. Енді Instagram-ға қоямыз. Мәліметтерді белгілейміз. Сендер жасап болғандар Instagram-дан бөлек круговая деген бар. Круговая болады. Осы мәліметтерге круговая жасаймыз. Ана Instagram-ның жанында екі диаграмма болады. Біреу Instagram-ға, біреу круговая. Ширина метр 50. Ставка. Так, енді мәліметтерді белгілейміз. Аты жөндерді белгілейміз. Название диаграммы дегенде электронды журнал деп ат береміз. Сен белгілеген жоқсың мәліметті. Жоқ, анда үшіншісі.
Нет разницы. Okay, guys, good job. Let's finish it job. Arkaya kadar oranımız şimdi жұмысымызды аяқтаймыз. Let's finish the job. Start. Reflection. Color red. I didn't understand myself. Color yellow. I need to erase it. I use it. Color green. It was easy. I use it. You did it. Қызыл түс болса мен ештеңе түсінбедім. Сары түс мен жартылай түсіндім. Дұрыс жол білмеймін деп тұр, иә? Жасыл түс мен маған бәрі оңай болды, мен жұмыс жасай аламын дейді. Ал енді әрқайсысын айтыңдаршы. Кімде қандай түс? Ағылшынша айтамыз. It was easy. I was Okay. green. I was easy. I am present. Green, it was easy. Өз сөзіңізбен айтсақ та болады. Ағылшынша айтамыз. Бүгінгі сабақта I had to release. I'm confused. кішкене түсінбей қалдық, иә? Молодец. Жеңіл жол, иә? It was very easy and the lesson was very interesting and useful. Thank you. Green, it was easy and pleasant. Оңай болды, да? Жақсы. Яғни көпшілікте бүгінгі жұмысымыз қандай болды? Жеңіл
сабақ түсінікті болды. Тәжірибелік жұмысты бәріміз орындадық. Кейбіреуіміз даже бірнеше тәжірибелік жұмыс жасадық. Microsoft Excel бағдарламасы түсінікті ме? Иә, түсінікті. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе? Жеттік. Не істедік? Microsoft жұмыс істеп, диаграмма, графиктермен, түсіріліммен таныстық үйренеміз. Не жұмысы? Onboard memories, terms and commands used in the lesson. Терминдерді және сабақта қолданылған командаларды жаттау. Окей. Терминдер білеміз ғой, сабақтың басында. Окей. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше. Bye. Бағалау парағын өткіземіз, тәжірибелік жұмысты жасаған бәріне тәжірибелік жұмысқа бүгін бес балл қоямыз. Бәрін жақсы жұмыс жасаңыздар. Goodbye.